Енді сабырлықтың түрлеріне келетін болсақ дейді, оның төрт түрлі төрт түрге бөліп тастапты. Біріншісі сабырн алел бәлә. Жаңағы бәлекетке сабыр ету. Пәлекет деген мәселе бар. Қазақта пәлекет дейді, бәле дейді. Ол пәлекет немесе ол бәле, жаңағы немесе қиыншылық, немесе проблемамыз, бұл келеді бауырлар. Бұл келген кезде екі түрлі болып келеді екен. Бірінші түрі өзіміз бірнеге орынып алып келеміз сол нәрсені. Құран кәрімде Алла айтады, сендердің бастарыңа келген қиыншылықты өздерінің себепті келді болды сендерге дейді. Yani өзіміз біреудің хаққысына кіреміз, сол себепті бәле келеді сен басыңа. Немесе тура жолда жүрдіңіз, Алла субхана ва тағала сізді жақсы көреді, сөйтіп Алла тағала сізге бәле жібереді, сынақ жібереді дейді. Бірақ ол момын мұсылман адам осы бәлені екеуінде сынақ деп қабылдайды. Және момын мұсылман адам ол сынақтан қашпайды дейді. Егер ол адам руханияттан алысты адам болса, ол адамдар қиналып қалады. Ішімдікке салынып кетіп жатыр, өзіне қол жұмсап қойып жатыр, та басқасын басқа Алла сақтасын. Оның бәрі харам нәрсе еді. Адам проблемадан қашып құтыла алмайды бауырлар. Өйткені мүлк Алланікі, біз Алланың мүлкі пендесі боламыз. Біздің тағдырымызды Алла оны мөлшерлеп тастаған. Не болады, қалай болады, бәрі жазылып тұр тағдырымызды. Және сол қиыншылықты момын мұсылман адам Алла рахмат деп қабылдайды. Альхамдулилля. Егер сол қиыншылықты жаман нәрсе деп қабылдайтын болсақ, Алла тағала қиыншылықтың көкесін пайғамбарларға жіберген еді дейді. Олардың қиыншылығын Алла бізге жібермей қойсын дейді. Кез келген пайғамбарды алып қараңыз дейді. Кез келген. Сол бүткіл пайғамбарлардың ішінде Хамсал Азм деген 5 пайғамбарды ерекше айтады шариғатымызда. 5 пайғамбар. Кімдер олар? Ибрахим алейхиссалам, кейін кім? Нух алейхиссалам, кейін Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Мұхаммед алейхиссалам. Мына бесеуіне, яғни басқа пайғамбарларға қарағанда, мына бесеуінде ерекше сынақ болған ғой. Бесеуі өте қатты сыналған. Сол бесеудің ішінде тағы бір адам өте ерекше сыналған, ол пайғамбар алейхиссалам, Мұхаммед алейхиссалам. Қазір осы отырған бүткіліміздің басымыздағы проблемамыздың бәрімізде біреу-біреуден болуы мүмкін. Бірақ бәрі пайғамбардың бір өзінде болған. Біреу әкесіз өмірге келген болса, қиыншылық қой десе, пайғамбар жетім болған. Біреудің әйелі қайтыс болса, пайғамбар Хадижа анамыз қайтыс болды. Әйелі құрсақ көтере алмай қиыншылық көріп жатқан болса, Расул әйелдерді көтере алмаған. Тек қана сол Хадижа анамыздың балалары болды. Кейін ана күн қыз Мария анамыздан болған. Ибрахим бала, ол да шетінеп кетті. Баласы қайтыс болса, Расул 6 баласы қайтыс болды. Көзінің тірісінде біреу ғана тірі қалды. 6-ауына топырақ салып жерледі пайғамбар алейхиссалам. Бір адам қуғын сүргінге ұшырап, елінен қиын жағдайға түсіп жатыр десе, пайғамбар елінен қуылды. Туып өскен Меккеден қуылып, Мәдинаға көшіп кетті пайғамбар алейхиссалам. Біреу ағайын туыстары көмектеспей, поддержка бермей жатыр десе, пайғамбар да болды. Өзінің ағалары қарсы шықты Расулаллаға. Абу Толибтан кімден баса? Абу Лахабтар. Мына жетім қандай пайғамбар ол деп. Ауыр болды Расулалла алейхиссаламға. Ауыр болды. Бірақ соның бәрінен пайғамбар алейхиссалам Алланың көмегімен пайғамбар өтті оның бәрінен. Сол үшін Алла субхана Құран кәрімде айтады пайғамбар алейхиссаламда қудуатын хасана деген. Пайғамбар сендерге өнеге алыңдар содан дейді. Қазір күнде айтатын, бізге қазір күнде ешкім өнеге болмайды бауырлар. Қазір арабтар өнеге емес. Сол ислам дамыған мемлекеттің кез келген ала беріңіздер, ешқайсысы бізге өнеге бола алмайды. Бізге өнеге болған бір адам бар. Кім ол? Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам. Ал біз сол пайғамбарымыз сондай қиыншылықтан өтті ма, енді үмбет бауырлар бізде сақталмауымыз керек. Сол үшін Расул айтады, мусибат кез келген қиыншылық көрген кездеріңізде мені еске алыңыздар, жеңіл болады деп айтқан ғой Расул. Хадис бұл. Яғни кез келген проблема болды ма, пайғамбарды еске алыңыз. Жеңіл болады. Пайғамбардың проблемасының алдында сіздің проблемаңыз ол проблема емес.
сіздікі жай болып қалады. Міне осы қиыншылықты жаңа ғалымдар айтып жатқаны сол, егер қиыншылық бәле деген нәрсені егер жаман деп шариғат есептесе, онда ол жаман деген нәрсені Алла Тағала ешқашан пайғамбарларына оны жолдамайтын еді дейді. Яғни пайғамбарларын ол жолмен өткізбейтін еді Алла Субхана Тағала. Егер жаман нәрсе болып табылса дейді. Сол үшін Алла Субхана Тағала өзінің таңдалынған расулдарын, нәбилерін сол жолдан өткізген. Артында келе жатқан үмбеттер, бауырлар, сол үшін қиыншылықты момын адам қашпайды, оған мұсылман адам сабыр етеді. Жаңа айтып жатқан мәселе бар. Енді жаңа айтылғанда сабыр етсең сауап аласың. Сабыр ете алмасаң ше, не болады онда? Онда күнә аласың. Алла Субхана ва Тағаланың өзінің бітетін уақыты бар, кез келген нәрсенің себебін жасадың, бірақ соған қарамастан көке жәкесін салып, ақша беріп, пара беріп, тағы бір бәледен құтылайын деп әрекет қылып жатқан болса, оның бәрі күнә болады. Мұсылман адам ондай қиыншылықпен істемейді, ондай қиыншылықтан қашпайды мұсылман адам. Сахабалардың уақытында да қиыншылық болған кезде жаңағыда достары, тағы туыстары қиыншылығында бөлісіп көмектесейді деген кезде айтады, араласпаңдар деген. Ертең қияметте Алланың құзырында менің күнәмді ешкім арқаламайды менен басқа. Сол үшін Алла маған жіберді ма, мен өзім осымен сабыр етем деп сондай сөз айтатын болған да. Ал қазір күнде қалай болды? Сәл қиыншылық болса, адамдар не істеп жатыр? Көке жәкесін салып, звондап, күнәсін жасырып, деланы жабуға әрекет қылып жатыр. Өзі қылмысқа барды. Сөйтіп, сол қылмысты тағы да екінші күнәмен жапқылар келеді. Болмаған сияқты жіберем дейді. Жарайды, болмаған сияқты қыла бер. Ертең қияметте ол қайтадан ашылады ғой. Ол дела ертең қияметте қайтадан ашылады. Қалай болды, не болды, кім не айтты, бәрі ашылады. Ол жақтың правиласы басқа бірақ. Ол жақта көке жәке жүрмейді. Сол үшін момын мұсылман адам бәлеге не істейді екен? Сабыр ету керек екен. Есесіне Алланың алдында дәрежесі өсіп, күнәсі кешіріледі екен иншалла. Өткен Алла Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінде айтқан, аузубиллахи وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Алла Тағала сендерді хауф, бір қорқынышпен сынайды, аштықпен сынайды дейді. Жо, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, дүниелеріңді азайтып қойып сынайды. Саудаң болмай қалады, ақшаң таусылып қалады, бірдеңе болып қалады, дүниең азайып қалды, сонымен сынайды дейді. وَالْأَنْفُسِ, және араларыңда туыстарыңды алып қойып аласың дейді. Балаңды алып қояды, әйеліңді алып қояды, әкеңді алып қояды. Ал не істейсің? Сабыр ет. وَالثَّمَرَاتِ, және еккен егіндеріңді болдырмай қойып аласың дейді. Былтырдан бері не болып жатыр? Қиыншылықтар болып жатыр. Сабыр етейік бауырлар. Дұға қылайық. Жерден шөп болмай жатыр. Мынау шаруаларға қиын болып жатыр. Алла жеңілдік берсін иншалла. Оның бәрі кімнен болып жатыр? Алла Тағала соны бізге жіберді. Бірақ Алла солай сынайды дейді. Соған уабашири сабирин, сол өткендегі жағы қиыншылықтарға сабыр еткендерді сүйіншіле оларды дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтып жатыр, ол адамдарға сүйінші хабар бер. Яғни оларға Алла Субхана Тағаланың тарапынан өте үлкен сауап бар. Сабыр ет, иншалла, есесіне Құдай қаласа мына өмірінде де, ақыретінде де сауабыңды аласың дейді. Екінші сабырдың түрі, екіншісі уассабру алал афияти ан-ни'ам. Екінші сабырлық мынау Алла Субхана ва Тағаланың мынау нығметтеріне сабыр ету. Нығмет. Бұл нығмет деген кезде Алланың нығметі өте көп бауырлар. Бірақ ол нығмет біреуге көп беріледі, біреуге аз беріледі, біреуге беріп алып қояды, біреуге кейін беріледі. Бірақ момын мұсылманның негізгі өмірдегі миссиясы ол нығметке қол жеткізу емес. Дүние көбейту үшін, бала шағаны көбейту үшін келген жоқпыз бауырлар. Мына өмірдегі негізгі біздің адамдық миссиямыз Алла Субхана ва Тағалаға құлшылық жасау. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасаулары үшін жараттым деген ашық Құранда аят тұр. Демек біздің негізгі миссиямыз Алла Тағаланың бұйрықтарын орындап, Алланың тыйым салынғандардан тыйылып,
қысқа өмірімізде өтіп кету ғой өмірден. Мына өмірде ешкім мән қала алмайды, бауырлар. Қала алмайсың. Ешкім еркімен, қалауымен келген жоқ біз өмірге. Ешкім қалаған уақытында кете алмайды. Бәрі Алланың қалауымен болады. Сол үшін Алла субхана тағала нығметі деген кезде бүткіл көріп жатқан, жаңағы біліп жатқанымыз, білмей жатқан нығметтердің бәрі соның ішінде. Қуанышта, қайғыда, бәрі соның ішінде. Ал сол нығметтерді бірақ біреулерде болмай қалған кезде ол адамдар не істеу керек? Сабыр етсін. Сабыр ету керек. Ал сол нығметке қол жеткізген адамдар шүкір етіп, басқалармен бөліссін. Қазақ не дейді? Көршің соқыр болса, бір көзін қысып жүр дейді. Жағдайың жақсы ма? Жаңағыдай әлеуметте төмен көршіңе мақтана берме. Дүниеңді көрсетіп. Бір көзіңді қысып жүр деген, оған да көмектесіп, оған да нетіп қой. Бөліс оған. Немесе қазақ не дейді? Жаңағы сорпа қайнатсаң, бір шөміш нені артық құй дейді. Көршіңе бер дейді қалған. Оның бәрі айналып келген кезде отан тыныштығын алып келеді. Тарихта не бір жаңағыдай қан төгіс соғыстар болған. Ол кедей мен байдың арасында болған ғой. Қаншама кедейлер ашуы келіп, айырмен байларды апарып өлтірген ғой. Айырмен тықып алып. Не үшін? Шариғат бойынша бөліспеген ғой сол дүниелерін. Ал Расул айтады, әй байлар, біліп қойыңдар, сендердің дүниелерінде кедейлердің де хаққысы бар дейді. Алла оны кедейге былай қорлап, жаңағыдай бір болып жатқан жоқ олардың тағдырында. Алла олар сөйтіп сынап жатыр дейді. Бірақ олардың дүниесі бар еді. Соны сенің дүниеңе қосып беріп қойды дейді. Алла Тағала сынап жатыр сен. Соны істеңдер дейді, бөліп қайтарып беріңдер деген. Солардың хаққысы ол дейді. Сол нығмет деген мәселе бар екен, бауырлар. Момын мұсылман адам біреудің дүниесіне, нығметіне көз алартпайды. Оған ойына кіріп шықпау керек. Аман болсын, бар болсын, әйтеуір хайырлы болсын, әйтеуір пайдалы болсын деген дұғасын айтып жүре беру керек та. Иншалла сол кезде адам сабыр еткенден болады дейді. Одан кейін үшінші түрі құлшылыққа сабыр ету. Құл болу. Алла субхана тағала құл болуда бауырлар сабырлық ету керек. Біз құлмыз негізінде. Кімнің құлы? Алланың құлы. Егер Алланың құлы болуға жарамасаң, онда пенденің құлы боласың онда. Нәпсінің құлы боласың. Нәпсінің құлы болған кезде екі дүниеде қор боласың сен. Алла біздің маңдайымызды, тіземізді Алладан басқа ешкімге Алла идірмесін да. Біз тек қана Аллаға құл болуымыз керек. Құлшылық жасау тек қана Алла Тағалаға лайықты. Сол құлшылықта бірақ жаңағыдай нәпсіге ауыр тиюі мүмкін. Оның бәріне адам сабыр ету керек. Алла субхана ва тағала сол себепті астынан өзендер ағатын жәннатты дайындап қойғанмын деп тұр ғой Құранда. Ол жәннаттың, бауырлар, ол өмірдің аяғы жоқ. Бітпейді. Қазір мына өмірде былай қарап отырсаңыздар, жаңа тілек айтқан кезде ешкім бір-біріне 200 жыл өмір сүріп тілемейді ғой. Бәрі нені айтады? Ана 100-ге жақындап қалған бір ақсақал айтады дейді, одан басқа цифр жоқ ма деп айтады дейді. Ақсақал 100 жасаңыз десе 2 жылға қалған екен де 100-ге баруына. 98-де ғой. Сөз ақсақал не деп айтады? Одан басқа жас жоқ па, кішкене деп айтыңдар деп айтады дейді. Ол өзің де біліп тұрсың да. 100 жыл барсың ба, жоқсың ба, бір ғасыр оны бір Алла біледі. Ал Расул айтып қойған, бір ғасырдан кейін, бір ғасыр 100 жыл ғой. Бір ғасырдан кейін сендерді көріп тұрған, естіп тұрған біреуін қалмайсыңдар деген мына өмірде. Мына жерлерде 100 жылдан кейін басқа адамдар болады бұл жерде. Егер қиямет басылып кетпесе, біздің ұрпақтарымыз болады иншалла. Оларда дәрісте отырады, Құдай қаласа, руханиятта отырады. Бұл деген не деген сөз? Демек, мәңгі өмірдің азығын қысқа өміріңде жинап ал деп жатыр. Уақыт өте тығыз. Мына өткенде қажылықта болып келдік, иншалла. Дұға қылдық елге, жерге. Сол қажылықта жаңағы бауырларымыз айтып жатырмын да. Бауырлар, мынау киген нелеріңіз құтты болсын деймін ғой, кебіндерің. Ғалымдар сөйтіп айтқанда, ана ақ кебін бар ғой. Оны ихрам деп жатырмыз ғой, ихрам. Сол ихрамды кейбір ғалымдар кебін деп айтқан. Кебін.
Енді оның екі түрлі кебін бар еді. Біреуі сол жаңағы ихрам кебіні, екіншісі ол қайтыс болғандағы киетін кебін дейді. Екеуі де кебін деп айтылады дейді. Бірақ мынау шын өмірден өтіп кеткен кебін киген адамдар аятта фаржиауни деп айтады. Алла, мен түсінді, бәрін көрдім, мені қайтаршы қайттан нақа. Мен қазір өмірге келсем, баяғыда жүрмеймін енді. Тек қана сенің айтқаныңды істеймін, айтқаныңды орындаймын. Мені кешірші деп адам айқайлап жылайды дейді. Бірақ Алла тағала айтады, жоқ дейді. Олардың жай айтқан ой сөзі ол дейді. Қайтарылмайды дейді. Ал анау қажылыққа барған кебін киген қажылар дейді, ғалымдар айтады. Олар да сол қияметтің бір көрінісін елестетеді ана жерде. Бәрі аппақ киініп алған, бәрі бір көріністе, бала-шаға, дүниең, мансап, бәрі қалды еліңде сенің. Сен бірақ сүмкеңмен кеттің қажылыққа дейді. Ал сүмкеңде өмір бойы жинаған амалың ғана кетті өзіңмен дейді. Жаңа сүмкеңде қажылыққа керек заттарын ғана алып аласың ғой. Ауыстыратын киімдеріңді, ана тісіңді жуатын шөткің болуы мүмкін, керек заттарды ғана. Мына жақтағы бүткіл ана неңді жина алып бара алмайсың ғой. Апарам десің де апара алмайсың. Самолетпен қалап барасың бәрін. Көрдіңіз ба? Сол сыртқа шыққан кезде ана кебінмен қажылар ана жерде махшар әлемін бәрін көзімен көрсетіп, бірақ олардың аналардан ерекшелігі, оларды Алла тағала қайттан қайтарады мына жаққа дейді. Қайтарады елге. Елге келгеннен кейін енді анаяқтағы айтқан уәдеңнен жүр мына жақта енді дейді. Сен кеше айттың ғой. Отаның қадірін білдің, әйел бала-шағаның қадірін білдің, достың қадірін білдің, елдегі қазы-қартаның қадірін білдің, сыртқа шыққан кезде. Көп нығметтердің қадірін білесің ғой. Енді елге соқ кебіңмен келгеннен кейін, енді шүкірлігіңді айтып, тәубаңа келіп, Алла, мен түсіндім деп амалыңды жасай бер дейді. Өткен сен де бір мәрте кебінді киіп қайттан шештің дейді. Ал ана кісілер жаңағы өлімді көрген адамдардың кебін олар шеше алмай қалады дейді. Бір Алла тағала саған соны нәсіп етті дейді. Мына сол секілді бауырлар, Алла субхана ва тағаланың құлшылығында не істеу керек дейді? Сабыр етсең, иншалла, Алла тағала есеңді ешқашан жай жібермейді. Керісінше мәртебеңді өсіріп, сауабыңды арттырады екен. Төртінші түрі қиыншылыққа сабыр ету екен. Мына айтып жатқан нәрсенің бәрінде дәлелдер бар. Нәрде неше беттеп дәлелдер бар. Қазір оның бәрін оқып, былай қысқа нұсқаға айтып жатқанмын сіздерге кітаптың. Мына кісінің сұрақтарын мен қараймын сабырға байланысты. Бұл мен тақырыбымыз әлі біткен жоқ. Жаңа айттым, үлкен тақырып сабырлық деген мәселе. Келесі жалғастыратын боламыз. Төртінші түрін айта салайын сабырлықтың. Асабр алал маасияти. Күнәға сабыр ету. Төртінші түрі. Не екен? Күнә. Демек, күнәні істемеу үшін адамға сабырлық керек екен. Сабырлық. Яғни құлшылық жасау үшін де адамға сабырлық керек екен. Және дәл сол секілді күнәдан тыйылуға да адамға сабырлық керек екен. Мынада істемейсің ба десе, жоқ істемеймін дейді. Неге істемейсің? Неге арақ ішпейсің? Құдай тағала тыйым салған ғой дейді. Сабыр етіп тұр ол. Ол бәрекелді, солай болу керек. Міне бүгін ғана жаңа кісілер жіберіпті. Бір енді Алла хидаят берсін, енді үлкен ағамыз жасы көрініп тұр. Қолына арақ тастап алған былайынан. Көрдіңдер ме? Сөйтіп Құрандағы аятты оқыпты және. Иннамал хамр вал майсир вал анса вал азлам риж мин амали шайтан фажтанибуху лааллакум туфлихун деген аятты оқып тұр ише. Расында маскүнемдікке алып баратын әрбір ішімдік, құмар, бақсы, балгер бәрі шайтанның амалынан тыйылыңдар, мүмкін құтыларсыңдар деген аятты оқиды да, қолына арақ тастап алған бірақ. Бірақ бұл дейді мәдениет мынау дейді. Бұл харам деген сөздің мағынасы алып қойыңдар деген сөз дейді. Бұл не әңгіме бұл? Астағфиралла. Яғни Құранның аятын ана неге бұрмалап айтып тұрды ана жерде әңгімен. Мен жаңа бір кісілер жіберіп тұрмын, мынау не нәрсе деп. Қарап тұрсам, ана кісі кәдімгі бір тойда ма бір жерде анау. Қолына арақ тастап алып не деп тұрмын? Бұл мәдениет дейді. Бұны мәдениетті, мынау арақты дейді, шамасы келген адамдар ғана ішеді дейді. Бірақ шариғаттың тыйым салып тұрған ана дубль мас болудан тыйып тұр сен дейді. Бұлай ұрттасаң болады дейді. Мәдениетті түрде іш дейді. Ол қандай ешкім сонда? Мәдениетті қалай ішу керек? Мас болып қалма дейді да.
Бұлай іш дейді. Бірақ мас болып қалма дейді. Мас болып қалсаң ше, онда харам болады дейді. Жаңа айтылған шариғаттың харам енді болады деді. Деп ана кісі жіберіп тұрған жерде. Бауырлар, аузубилля, ол бәрі шайтанның уағызы. Алла сақтасын, бауырлар, қиямет жақындап келетір негізінде. Қиямет жақындаған кезде осындай шайтанның уағыздары көбейеді, бауырлар. Алла сақтасын. Қиямет жақындаған сайын мынау руханият, иманды адамдар ақырындап кете береді екен өзі. Расул айтады, дін ғарип болып келді, ғарип болып кетеді деген ғой. Дін бейтаныс халде келді үмбетке дейді. Сөйтіп бейтаныс халінде кете береді дейді. Байқасаңыздар, жыл өткен сайын дін ұстану оңай болып жатқан жоқ ешкімге. Барған сайын дінді ұстану қиын болып жатыр. Оны да айтып қойған Расул салам. Сондай заман келеді, шоқты ұстағаннан да ауыр болады деген ғой, дінді ұстанып жүру. Қазір қолыңа біреу шоқты қойса, қанша уақыт ұстап тұра аласың? Минут айтпай қой, неше секунд ұстап бере аласың. Ал дін ұстану одан да ауыр болатын заман келеді деген да пайғамбар алейхиссалам. Міне шайтанның уағыздарын көріп жатырмыз. Сондай уақыттар келеді. Сол кезде ең жақсы адам дейді ғой. Ашықтан ашық зина жасалынады көшеде дейді. Сол кезде анау жақсы адамның бірі жасама деп айтпайды дейді. Кішкене жолдан былайырақ тұрсаңдар шетке. Мына өтіп ары бері өту ғой, мына жер жол ғой. Істеме деп айтпаймын дейді. Жасаңдар, бірақ жолға кедергі болмайды, шетке тұрыңдар. Ал ол кезде Алла сақтасын, ол кезде енді пасықтықтың жайлап кеткен кезі ғой. Сол үшін күнәға да сабыр ету деген мәселе бар екен. Оған сабыр ету керек екен. Күнәдан тыйылу. Мұны Құрандағы сол тыйымдар сол ғой. Алланың бұйрығын орындау, Алланың қайтарғанынан қайту. Ал мына нәрсеге сабыр етпесең, онда ар жағында шайтан қағы болады. Нәпсіңді қоздырады да, не болады? Ойнап, күліп, тозақ ниетінен есігінен бірақ кіргізіп жібереді. Ал тозақтың есігінің бәрі әшекеленген. Әдемі көріністе, фонда болады деген. Ал жәннаттың есігі деген өте жаңағыдай бір адам қызықпайтын көріністе болады деген. Неге көп адамдар қазір мешітке, дінге қатты қызық емес қоғамда? Неге? Енді қазіргі мына статиканы білмеймін, осыдан 2-3 жыл алдыңғы статиканы білем. Біздің еліміздегі жалпы мұсылмандардың саны 70% екен. Соның ішінде 2% намазхан екен ғой. 2%. Аллаху акбар деген азан естіген кезде, намаз оқып қапты ғой деп дәретін алып, 5 мезгіл намаз оқып жүрген адамдардың саны қанша екен? 2%. Қалған 68% кімдер? Жұмабайлар мен айтпайлар ғой. Кім барып кепті, кім көріп деді, оқимыз ғой, көреміз ғой, әлі ерте ғой, басқа ғой. Көрдіңіз ба? Бұл деген сөз, бауырлар, бұл сабырлық мәселесі, шариат мәселесі әлі көбірек насихатталу керек. Жеткізіңіздер, айтыңыздар. Сол адамдар қазір өзіміздің туыстарымыз болып шығады. Ағайынымыз болып шығады, тағы досың болып шығады, көршің болып шығады. Қашан біздің шариатымыз дін көркейеді, бауырлар, еліміз тыныш болады. Өркениет дамиды. Бүткіл ғылым дамиды. Бұл дін деген жалпы Алла Тағаланың шариғаты ғой бұл. Адамзатты тәрбиелейтін ортақ мүддеде бәрін баршамызға. Сосын барынша дінді насихаттауымыз керек. Барынша достарымызды, туыстарымызды сол Алланың қағидаттарын орындауға шақыруымыз керек те. Вот сол кезде біз ел боламыз. Сол кезде иншалла қияметке шейін тұратын мемлекет боламыз. Шариғат қашан біз ескермейміз, онда Алла сақтасын, онда мемлекетті Алла таслақан жауып шаш береді. Құранда Алла ат пайғамбардың, Самуд пайғамбардың мемлекеттерін айтқан ғой Құранда. Олар өте сондай мықты мемлекет құрған еді дейді. Бірақ Алла Тағаланың қағидаттарын ескермей, пайғамбарға қарсы шыққандықтан Алла олар жермен жексен қылып жіберді дейді. Үлкен екі мемлекет болған. Ат пайғамбардың, Самуд пайғамбардың. Құрандағы аятта айтып жатырмын. Субханак астағфирука ва атубу илейк. Алла қаласа сабырлық келесіде қайтадан жалғастырайық.